ойымша бұл дұрыс емес, өйткені ашық нарықтық экономикада шектеулер бағаның өзгеруіне алып келеді. Мысалы, осы шектеу біздің еліміздегі мал басына бағаның түсіп кетуіне, фермерлердің табысына кері әсер тигізгеніне алып келді. Шектеу қойған шенеуніктердің ойынша, Қазақстаннан мал шықса, біз еліміз малсыз қалады деп ойлады, ал керісінше малдың төлі сатылмай жатса, ол малмен кім айналысады деп ешкім ойламаған. Шақырса бармайтын едім, өйткені менің ойымша қазіргі үкімет дәрменсіз, ол жерде құр барып кресло алып отырғаннан пайдасы қоғамға, салаға бір пайдасы тие қоймас деп ойлаймын. Бұл тиімсіз, бұған үкіметтің көзі жетті, сондықтан да былтырғы жылы бұл шектеу алынып тасталынды. Соның әсерінен бұрын жаман жоқты бір теріге 8-10 мың теңге алып жүрген фермерлер қазір ол теріні жай ақысыз далаға тастауға мәжбүр болып жатыр. Ол бір. Екіншіден, соны сатып алған, сол арқылы өздерінің отбасыларын асырап жүрген майда фермерлер бәрі банкроттыққа ұшырады. Өте көп. Мысалы, оның ішінде ауыл шаруашылығын сақтандыру жүйесін қалыптастыру. Біз үлгермедік, тек тиісті заңдарды қабылдадық, бірақ артында заң асты документтерді қабылдамау себебінен қазір мысалы сақтандыру жүйесі ауыл шаруашылығында толыққанды жұмыс істемей тұр. Кооперация, мысалы айтып өткен. Кооперацияның заңын 2016 жылы біз қабылдадық, бірақ оны ары қарай түсіндіру, оны насихаттау жұмысы арқылы кооперацияның жақсы үлгілерін, жақсы нұсқаларын іске асыру, ол біздің сол уақыт шеңберіне сыймады. Субсидияның көлемі қазіргі уақытта ауыл шаруашылық өнімнің өсуіне сәйкес болмай тұр. Өнім әлдеқайда өсуі көп, субсидияның өсімі қазір баяулап қалды. Сондықтан қысқарды деп айтуға болмайды. Баяулауы да дұрыс емес, өйткені біздің экономикалық одақта бірде біздің одақтастарымыз Ресей, Беларусь секілді елдер өздерінің ауыл шаруашылық саласын әлдеқайда бізге қарағанда көбірек субсидиялайды. Сондықтан біз оларды бір одақта конкуренцияға төтеп беру үшін сол мөлшерде, солардың деңгейінде субсидиялауымызға қажет. Бұл компанияның сәтсіз болды деп айтуға болмайды. Кооперацияның заңы 16 жылы ғана іске қосылды. Одан бері жақсы бір үлгілер, жақсы бір сондай нұсқалар кооперативтің пайда болды деп айта алмаймын. Өйткені көбінесе бұл кооперативтер жоғары жақтан шенеуніктердің инициативасымен құрылды. Ал кооперация деген төмен жақтан басталу керек. Ол үшін сол кішігірім майда фермерлерге кооперацияландырудың пайдалылығын түсіндіру қажет. Сондықтан олар өздерінің жүрегі арқылы, өздерінің экономикасы, микроэкономикасы арқылы оны сезінбесе, ешбір жоғары жақтың указымен кооперация жүрмейді. Жалпы шенеуніктерді қысқарту ол өте дұрыс. Әсіресе мына пандемияның кезінде онлайн жұмысы арқылы біз көзіміз жеттік. Сонша көп шенеуніктің қажеті де жоқ, сонша көп жиналыстардың қажеті де жоқ. Біраз жұмыстарды, біраз шенеуніктерді қысқарту өте дұрыс нәрсе. Ал бірақ етікті киіп, укол салып, вакцина салып жүрген ветеринарлар ол шенеунік емес, олар жұмыскерлер. Сондықтан оларды қысқарту дұрыс емес. Қымбаттау деңгейі біздің жалпы инфляция деңгейінен асып атқан жоқ. Және де ол ет аспаннан салбырап түспейді. Етті
өндіру үшін қажетті ресурстар, қажетті өзіндік құнына кіретін басқа да тауарлардың қымбаттамауы қажет. Егер қазіргі заманда бәрі қымбаттап жатқан кезде, одан шығатын өнім, ет, сүт, май, ол да қымбаттау, ол заңды нәрсе. Жоқ, болмайды, өйткені бірнеше пайыз деген ол біздің инфляцияның деңгейіне толық кіреді. Біз тек азық-түлік бағасының өсуін ғана томпақтатып айтамыз, ал бірақ сол ауыл шаруашылық өнімін өндіру үшін қажетті ресурстардың өсуін біз айтпаймыз. Өйткені олардың өндіру үшін қажет ететін ресурстардың бағасы өсіп жатқанда, ауыл шаруашылық тауар өнімдері де өсіп отыру, ол экономикалық заңдылық. Мәселені ауыл шаруашылығының тиімділігін, табыстығын көбейту арқылы шешуге болады. Егер фермер көбірек табыс тапса, ол жалданатын жұмыскерлерге жалақыны да көбірек береді. Әрине мүмкін, ондай стандарттар, ондай шұжық брендтері және рецепттері өте көп. Бірақ та айтам, ол рецептпен, сол жолмен өндірілген шұжық өте қымбат болады. Сондықтан дүкен сөрелерінде бірдей уақытта сол қымбат, бірақ жақсы тауар жатқанмен, біздің техникалық стандартқа сәйкес келмейтін импортталған, бірақ рекламасы күшті, бренді сондай жақсы дамыған шұжықтар, дұрыс емес шұжықтар жатса, әрине барып тұтынушы барып дұрыс емес арзан тауарға барып ұрынады. Сондықтан да мен айтқанымдай, біздің елімізде техникалық стандарттарды қадағалау мәселесі өте маңызды болып отыр. Ауыл шаруашылық салаларының ішіндегі мына сала деп мен бөлек айтқым келмейді. Әрбір сала ауыл шаруашылық саласындағы, ол өсімдік шаруашылығы болсын, мал шаруашылығы болсын, басқа да жылыжаймен айналысу, бау-бақшамен айналысу, бәрі егер дұрыс айналыссаң, ол өте тиімді, қоғамға өте қажет, сұранысқа ие салалардың бәрі. Фермерлердің қаржы көзіне қолжетімділігі өте төмен. Сол мәселені шешуіміз керек. Экспортты ұлғайту, экспорт нарықтарына шығу жолдарын арттыру, саладағы субсидияның тиімділігін көбейту реформаларын өткізу өте қажет. Біраз субсидияларды әлі де қысқарту керек, біраз субсидия түрлеріне қаржы көздерін көбейту керек. Меніңше, біздің тәуелсіздіктің ең үлкен жетістігі ол егемендігіміз алу және біздің егемендік елдің шекараларын біздің көршілермен толық бекіту. Тек қана делимитация емес, оны демаркация өткізген өте үлкен жетістік, әсіресе Қытай елімен деп ойлаймын.